Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер? Бүгін сіздермен дәптер тексерудің шартты белгілерімен таныстыратын боламын. Қазіргі таңда диктант, шығарма, мазмұндама жұмыстары кенжелеп келе жатқаны белгілі. Сол себептен бұл диктант деген нәрсе оқушыларды сауаттылыққа жетелейді. Ал енді бұл менің кеңесім жас мамандарға арналады. Яғни дәптер тексерген кезде дәптердің осы қызыл жиегінің шетіне шартты белгілерді қоя отырып тексереміз. Мысалы, мына белгі бізде бұл белгі емле қателігін білдіреді. Егер оқушы әріптерді тастап, осындай тасмалдау қателесетін болса, емле қатесі болады. Тыныс белгіден қате кеткен жағдайда осындай белгі қояды. Тыныс белгіден. Егер сөйлемді дұрыс құрай алмаса, осындай ирек белгісін қоямыз. Сөйлемнің құрылуы дұрыс емес деген белгі. Ал енді сөз арасында қалып қойған жағдайда, бір сөз қалып кететін болса, осындай белгі қоямыз. Мінекей, мынау емле қатесі мен жазып отырайын. Мынау тыныс белгі. Сөзді дұрыс құрастырмау. Сөзді дұрыс құрастырмаса. Ал енді мынау сөз қалдырып кету. Сөз қалдырып кетсе, осы белгіні қоямыз. Және біздегі ендігі қалып кеткен егерде сөздерді біріктіріп жазып қойса, біз оны ажырататын болсақ, міне, егер бұл сөздерді бөлек жаз деген мағынаны білдіреді. Бөлек жаз. Ал осыған керісінше, мінекей, біріктіріп жаз деген болады. Біріктіру. Келесі, енді біздің оқушылардың тағы бір шатасатыны азат жол. Егер азат жол қажет болатын болса, осы белгіні қоямыз. Азат жол. Егер азат жол қажет емес жағдайда, мына белгіні қоямыз. Бұл азат жол қажет емес деген белгі. Қажет емес деген белгі. Егер де мінеке, ең алдымен мына қызыл сызықтың жиегіне сіз қойып отырасыз. Енді сөздерді жазған кезде оқушы мысалға дәптердің шетіне келген уақытта осынша жер қалдырып кетуі мүмкін, тасмалдамай бірден келесі жолға өтіп кететін болса, бұл жерде де қателікке санайсыз. Өйткені оқушы сөздерді тасмалдап жазу керек. Егер ол тасмалдауға келетін сөз болса, тасмалдау қажет. Енді мына осы белгілерді жадыңызда сақтасаңыз болады. Құрметті жас маман, мінекей осы шартты белгілерді сақтай отырып дәптерді тексеру қажет. Менің каналым ұнап жатса, тіркеліп, лайк басып қойсаңыздар, келесі жолы тағы да жаңа дүниелермен бөлісетін боламын.